Сәлем достар, бүгін біз жұмсақ, дәмді болып шығатын бауырсақ жасайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізді, жылы суымызды, 2 қасық қант, 1 қасық тұз және 1 ас қасықта майонез салып, осылай дрожжаны қасықтың ұшында салатын боламыз. Және керегінше ұнымызды салып, жақсылап қамыр жасап алатын боламыз. Дайын қамырымыздың бетіне осылай пищевой пленкамен жауып, жылы жерде ашытатын боламыз. Менің қамырым 1,5 сағатта ашып шықты. Енді ашыған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, қамырларымызды осылай жайып алатын боламыз. Қамыр қатты жұқа немесе қалың болмау қажет. Мен қамырларымызды 4-1 етіп кесіп алдым. Сіздер домалақ етіп жасасаңыздар да болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Мен осылай қамырларымыздың барлығыны жайып алдым. Енді осылай қамырымыздың бетіні 10 минутқа жауып қоятын боламыз. 10 минутта ол қамырымыз ісіп, кішкене көтерілетін болады. Ол уақытқа дейін біз газымызға майымызды тұшытып, яғни қыздырып алатын боламыз. Міне қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, 2 бетінен де бірдей қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің бауырсақтарымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Дәмді әрі жұмсақ болып шығады.